Сәлем достар, Суперкенчектің арнасына қош келдік. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге құймақты торт дайындайтын боламыз. Егер сіз өміріңізде мүлде құймақты торт жеп көрмеген болсаңыз, міндетті түрде жеп көруге кеңес беремін. Себебі сөзсіз өте дәмді шығады. Ал ендеше торттың бірінші құймағын дайындауға кірісеміз. Сол үшін қажетті заттардың барлығын түгелдеп аламыз. Және де толық рецепт описаниеде жазылған. Көбісі видеодан кейін сұрайды: рецепт қайда? Үнемі описаниеге қалдырамын. Видеоның астына описаниеден қарай аласыздар. Ал ендеше құймақты торттың құймағын дайындауға кірісеміз. Менің ожауым кішкентай, қараңыздар. Егер үлкен ожау болса, онда жарты құю керек болады. Мен ожауым кішкентай, сондықтан бір ожау құямын. Тестаны жан-жағына жібереміз. Мінекей. Енді пісіріп аламыз. Шпажкамен шығарып аламыз да, екінші бетіне аударамыз. Тортымызды құрастыруға кірісеміз. Креміміз дайын, құймақтарымыз дайын. Бізге енді айналмалы сельше мен кальцо қажет болады. Ең бірінші құймағымызды қойып аламыз. Кальцомызды кигіземіз. Бірінші құймағымызды, одан кейін кремімізді жағып, тортымызды құрастырамыз. Кремді қатты қалың қылып жақпаймыз, орташа қалыңдап жағамыз. Астында құймағымыз қатты көрінетіндей етпей. Шамамен осындай крем жеткілікті. Енді құймағымызды саламыз қайтадан. Соңғы құймағымызды салдық. Енді бетін тегістеп жібереміз.
Пропиткаға холодильникке 1 сағатқа кем дегенде кольцосымен қосып жүрсеңіз болады. Но бізде видео түсірілім болып жатқандықтан қазір шешіп тастай саламыз. Кішкене тегістей жібереміз. Енді менде аздап крем бар. Осы креммен оформление жасайтын боламыз. Сіз өзіңіз қалағанша оформление жасасаңыз болады. Креммен, может, кремсіз, жеміс-жидекпен деген сияқты кез келген. Мен қазір креммен жасаймын. Өте оңай түрі. Насадкамен де звездочка. Былай жібереміз. Осындай болды. Астыңғы жағында кішкене жасап жіберуге болады, немесе просто осылай қалдыруға да болады. Осылай жасауға болады. Құлпынайлармен кішкене әдемілігіне қоссам деп тұрмын. Бұл ешқандай мерекеге, туған күнге емес, сондықтан ешқандай жазудың еш нәрсенің қажеті жоқ маған. Сондықтан осылай қалдырамын. Ортаға жазу жазсаңыздар болады. Және де құлпынайды әдемілеудің тағы бір түрі көрсетейін. Мына жерде мен просто 4-ке бөліп қоя салдым ғой. Еще былай жасауға болады. Соңына дейін кеспейміз, қалдырамыз. Бос орын. Осылай қанша бөлікке бөле аламыз, сонша бөлікке бөлеміз. Сосын аламыз да былайдан жасаймыз. Тоже өте әдемі шығады. Сөйтіп қоя саласыз. Былайдан. Менде кондитерлік посыпкалар бар. Осындайды қолдансам деп тұрмын. Әр жеріне ғана. Негізі торттың ортасына сіз жазу жазатын болсаңыз, мына құлпынайдың қатарына жазу жазатын болсаңыз, вообще күшті болады. Ол кезде мен сияқты толыққанды құлпынаймен әсемдеудің қажеті болмай қалады. Осылай әр жеріне кондитерлік посыпкаларды себеміз. Орташа размердегіден. Енді ұсақтарынан. Осымен мінеке жеткілікті деп ойлаймын. Негізі әдемілі өз фантазияларыңызға байланысты әртүрлі әдемілесеңіздер болады. Сонымен біздің тортымыз дайын. Сонымен достар, біздің құймақты тортымыз дайын, яғни блинчиктен жасалған торттарымыз дайын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз, өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыз. Сіздермен бірге болған мен, Құралай Орынбасарова, келесі видеоблогта жүздескенше. Мен бұндай тортты бірінші рет емес, уже шатыспасам 50-ші рет құймақты торт жасап жүрмін да. Енді құймақты торттың дәмі деген күшті болады, міндетті түрде жасап көріңіздер.